видеосабақта біз сіздермен мақсатты аудитория деген кімдер, мақсатты аудиторияға анализді қалай жасаймыз деген сияқты тақырыптарды талдайтын боламыз. Мақсатты аудиторияны біз не үшін білуіміз керекпіз? Біз көптеген эксперттерді көріп жатамыз, прогрев жүргізіп жатады, бірақ та продажасы аз, иә. Вот осының себебі олар өздерінің мақсатты аудиториясын четко анық білмейді. Өздерінің жаңағы экран артында, телефон артында кім көріп отырғанын, қандай оның больдары бар, қандай возражениялар бар, соны білмей жатып, прогрев жасай салады, и соңында продажа 0 болады. Осының себебі болмас үшін біз өнім, услуга, курс сатпас бұрын біз оны четко кімге сататынымызды анықтап алуымыз керек. Енді біз мақсатты аудиторияны білсек, өнімімізді кім үшін жасайтынымызды түсінетін боламыз. Біз просто давай-ка мен визуал курсын жасап жіберейін, или давай мен сторис курсын жасап жіберейін емес, уже өнімімізді, жасайтын услугамызды, курсымызды сол аудиторияға жаңағы келтіріп жасаймыз да, чтобы они в итоге покупали. Немесе біздің өнімді керек ететін адамдарды тарту үшін білу керекпіз. Мысалы, біздің өнімді некоторые люди ой, маған керек емес деп ойлауы мүмкін, хотя это им нужно. И прогревтің жаңағы барлық біздің жасайтын амалдардың түп мақсаты сол адамдардың миына жеткізу, что наш продукт им нужен деген сияқты. Например, ол адам ойлап жүреді, например, психология бойынша, иә, ол ойлап жүреді, что ер мен әйелдің арасында вот осындай кикілжіңдер болу керек, немесе ол норма нәрсе деген сияқты, или өзінің жаңағы денсаулығы бойынша бір какой-то элементтер дұрыс болу, солай норма деген сияқты ол ойлап жүру мүмкін, или өзінің жаңағы біздің өзіміз саламыз айтатын болсақ, инстаграмда, стористе, например, охват, например, всегда төмен болу керек, или продажа, например, никогда в жизни көп бола алмайды деген сияқты олардың миларында миф жүрсе, біздің өнім ол мифті сындырып, жоқ, ол осылай болады, менің өнім саған керек, менің өнім именно саған көмектесе алады деген сияқты олардың миларына кіргізе білсек, что у них это проблема, и эту проблему надо решить деген сияқты біз уже өнімімізді керек ететін адамдарды тарта алу үшін біз өзіміздің мақсатты аудиториямыз кім екенін білу керекпіз. Ну, смотрите, мынандай бір лайфхак бар. Лайфхак болғанда қалай? Один нюанс. Сіздердің қазіргі парақшаларыңыздағы адамдар, туыстар, достар, коллега болуы мүмкін, иә? И, возможно, олардың арасында сіздердің мақсатты аудиторияларыңыз болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін. Мысалы, менің достарымның, туыстарымның арасында тоже бизнеске қызығатын, тоже табысқа қызығатын жандар болды. И арасынан, получается, мен мақсатты аудиториям болды. Мен подружкаларым арасынан болды, мен жаңағы курсым сатып алған кісілер, или туыстарымның арасынан болды, которые сатып алған деген сияқты. Но бывает и что не бывает, жаңағы аудитория, біздің аудиториямыздың ішінде, туыстарымыз ішінде мақсатты аудиториямыз болмауы да мүмкін. Это ничего страшного. Біз просто, как есть, қазір контентімізді бере береміз, кейін мы будем подключать таргет, reels деген сияқты барлық қосылған кезде бізге өзіміздің керекті мақсатты аудиториямыз келеді. Таргеттен де біз өзімізге керекті адамдарды ғана тартатын боламыз. Барлығы подряд бізге керек емес, потому что барлығына біздің өнім керек емес болады. И біздің өнімімізді қажет ететін, либо біздің өнімімізді тұтына алатын адамдарды ғана біз өзімізге аударуымыз керек. Енді мақсатты аудитория дегенді нақтылап айтып жүрсем, ол орысша айтқанда целевая аудитория, мен көбіне CA деп жазу мүмкін, презентацияларда, сондықтан мұқият болыңыздар. Целевая аудитория или мақсатты аудитория. Өздеріңіз көз алдарыңызға қандай не елестетсеңіздер, который болады ғой, біткен дротикпен, дротик деуші емес, сонымен атады ғой, и дәл мақсатқа тиеді ғой, прям ортасына. И вот сол сияқты біздің мақсатты аудитория ол жан-жағында шашырап жатқан жер емес, именно соның ортасы. Сол ортасына бізге де тию керек, и сол адамдар бізден потенциально сатып алады деген адамдар. Например, біздің SMM курсымызды какой-то доктор сатып ала алмайды, потому что ему не надо развивать страничку, да, оның өзінің жұмысы бар, ол операциялар істейді деген сияқты. Или сантехник маман, ол біздің целевая аудитория емес, біздің вообще аудиториямызға жатпайды, ол бізде никогда в жизни сатып алмайды, мүмкін біздің сторис даже қызығып қарамауы да мүмкін. И бізге именно осы SMM-ді потребность керек, или табыс тапқысы келетін, ақша жоқ болып қиналып кеткен, немесе вот бизнесін өркендеткісі келетін, делегирование жасағысы келетін, получается, қол тимейді өзінің парақшасын жасауға. Вот бірақ сондай адамдарды іздеп жүрген деген сияқты. Вот бізді маман ретінде керек ететін адамдар біздің мақсатты аудитория болып табылады. Түсінікті ғой? Так, енді біз
өзіміздің целевая аудиториямызды білсек, значит біз олардың мақсатын білуіміз керекпіз, мақсатын білеміз, арманын білу керекпіз, болын білу керекпіз, возраженияларын білу керекпіз, сол возраженияның шешімін білу керекпіз, және де осының барлығын білу арқылы біз уже күнделікті контентте не түсіреміз, не көрсетеміз деген проблемадан айырыламыз, потому что біз уже адамдарға прогрев жасаймыз, адамдармен уже сол адамдармен коммуникация істейміз, и сол адамдардың уже сен алдында егерде біліп отырсаң, например, бір жас қыз отыр, подружка или там жаңадан келген қыз, андай енді танысып отырсыздар, и сіздер оның түріне қарай, сөйлегеніне қарай, энергиясына қарай, сонымен сай сөйлесесіздер, ол энергичный болса, соған сай тырысасың. А если он такой спокойный болса, тоже кішкене өзінің тоныңды түсіріп, спокойствиемен сөйлесесің деген сияқты. И вот сол сияқты бізге біздің экранның артында отырған адамдарды кім екенін білетін болсақ, бізге нам будет уже интереснее вести контент, мы уже будем примерно понимать, кто нас слушает, и примерно біз соларға арнап контентімізді келістіреміз, олардың уже примерно мақсаттарын білеміз, возражениялар, например, сторис түсіруге қорқамын, клиент отказ жасаса не істеймін, мен бизнесімді өркендеткім келеді, менде уақыт жоқ деген сияқты осындай бір больдарын білетін болсақ, біз уже сол больна тие отырып өзіміздің ертең услугамызды сата аламыз. Енді целевая аудиторияның классикалық портреті примерно қараңыздар, сіздер не білулеріңіз керексіздер, олардың жынысын, қыздар ма, ұлдар ма, көбіне сіздерде инстаграмда уже отчет тұрады, например, 90% қыздар, 10% ұлдар деген сияқты, но все-таки арасында ол иногда өтірік айтады, иногда шын айтады, поэтому біз өзімізде арасы тексеріп отыру керекпіз. Мен аудиторияның арасында қыздар көп пе екен, ұлдар көп пе екен, кәне голосуйте деген сияқты. Біз целевая аудитория анализді қалай жасаймыз? Біз можем делать это через опрос, через тестов, через анкету. Анкета енді ол слишком сложный вариант, андай жаңағы Google формада анкета жасап, атын кім, тағы өзіңізге керекті сұрақтардың бәрін жазып, соны ответін сұрап алуға, и сол анкетаны толтырған үшін, может быть, бір какой-то сыйлық беруіңізге болады деген сияқты, например, чек-лист или бір разбор жасап бересіз деген сияқты. Сөйтіп біз адамдардың жаңағы нелерін бәрін біліп аламыз, портреттерін. Или можно просто олай заморачиваться етпей, сол өз контенттің өзінде, стористе, просто бүгін бір күн шығып, всем привет, достар, давайте бүгін сіздермен бірге танысайық, сіздер мені күнделікті көріп жүрсіздер. Енді я хочу вас узнать поближе, потому что я постоянно с вами коммуницирую, и именно мені кім көріп отырғандары, кімге мен контент жасап отырғаным маған өте маңызды деп айтасыз, и давайте бірнеше сұраққа жауап беріп кеттіңіздер деп. И уже келеді картинка, и можете там вопрос свой поставить и опросы. Жынысыңыз, например, жасыңыз нешеде, и тестқа қоюыңызға болады, там 15-20 аралығы, 20-25 аралығы, 30-35 аралығы деген сияқты. Потом отбасылық жағдай, сіз тұрмыстасыз ба, декреттесіз ба, соны тоже білуіңізге болады. Декретте болса, уже декреттегі аналардың больдары қандай болуы мүмкін? Декреттегі аналар, например, күйеуінің қолына қарамай өзінің табысын тапқысы келетіндер, или уже жаңағы әбден декреттен шаршап, хотят саморазвития, уже бір дамып, бір какой-то атмосфераға кіргісі келеді, бір құрбылар тапқысы келеді деген сияқты, біз уже декретте отырған аналардың больдарын таба бастаймыз, жаза бастаймыз, и соларға қарсы жұмыс жасай бастап, соларға бір керекті шешімдерін береміз, бір өнімімізді ұсынамыз деген сияқты. Өздеріңіз көпшіліктеріңіз декреттегі аналарсыздар, поэтому өздеріңізде больдарыңызды жазып отырсаңыздар болады. И өздеріңіздің больдарыңыз, значит, ол басқа қыз-келіншектердің де больдарына жатуы мүмкін. Бұл тоже лайфхак. Келесі, білімі, өмір сүру деңгейі, кімде қандай жаңағы ниша, например, сіз инстаграмда бұрыннан барсыз ба, жоқсыз ба, или, например, мамандығыңыз қандай, мамандығыңыз бойынша жұмыс жасап жатсыз ба деген сияқты мамандықтарын сұрап қойсақ болады, вопрос-ответте. Өмір сүру деңгейі, мысалы, сіз қалада тұрасыз ба, ауылда тұрасыз ба, жаңағы айлық зарплатаңыз қандай деген сияқты тоже сұрасақ болады. Или даже айлық зарплатаны сұрамай-ақ, просто магазинде жүргенде бір қызығып сумочка көріп қалсаңыз, вау, ана сумочка күшті екен, бағасы 50 мың теңге тұрады екен. Сіз үшін 50 мың теңге қымбат па, арзан ба? Біз уже финансовый жағдайын білеміз, уже қымбат деп жазатын болса, уже примерно білеміз, что, понятно, что 50 мың теңгеге сумку они не могут себе позволить, значит, кішкене либо финансовый неграмотность бар, өзінің нормасын түсіріп тастаған, либо есть, что они не зарабатывают, и поэтому кішкене 50 мың теңге оларға сумкаға
аудитория саған қиын деген сияқты. А если жоқ, қиын емес, күшті ғой дейтін болса, то кішкене, значит, кішкене қалтасы көптеу адамдар кісіде көбірек бар деген сияқты. И соған қарай ертең де сіз услугаңызды миллион дей салмай, просто ана кісілердің қалталарына қарай тоже будете подстраиваться. И в основном болашақта будете уже работать над будете работать над их финансовой грамотностью. Например, оларға норма көтеру жайлы, чем больше тратишь, тем больше зарабатываешь деген сияқты көптеген сторителлингпен, прогревпен ертең біз олардың нормаларын көтере бастаймыз. Потому что бәріміз білеміз, что кезінде 1,5 теңгелік курстан бастап, қазір 300 мың, 400 мың, 500 мың, миллиондық курсқа дейін уже барлығы нормасы өсіп кетті. Бұрындары 1 жыл бұрын сондай курс сатып алып жүріп, 1 жылдан кейін уже қымбат курсқа ол қалай өсті? Ол мышлениесі өсе бастады ғой, получается. Ол қаншама блогерді көрді, прогревтерді көре бастады, и результатты көре бастады. И елдерге тоже қымбат курстың қаншалықты маңыздылығын түсіндіріп, сізде ақырындап олардың да өмір сүру деңгейлерін көтере аласыз. Хобби, қызығушылықтарын білу, бос уақытыңызда немен жұмыс жасайсыз, или өзіңіздің хоббиіңіз айта кетіп, давайте вы тоже поделитесь деген сияқты, тоже олардың қызығушылықтарын біле отыру керек. Болдардың мақсатын білу өте маңызды. Ал енді жазып жіберіңіздер. STM бойынша, менің салам бойынша сізде қандай проблема, қиындықтар, больдар бар деп. И, например, вариант ответа жазсаңыз болады. Сторис бойынша, контент бойынша, идея, не түсірем деген сияқты, или клиент таба алмаймын, или ақша табу жолдарын білмеймін деген сияқты. Осындай барлық сіздер больдарды жазып қойыңызға болады. И давайте таңдаңыз өзіңіздікін, либо давайте өзіңіздің вариантыңызды жазыңыз деген сияқты. Мен ондай нелерді өте часто жасаймын, андай пайдалы сұрақ жауаптар жасаймын постоянно. И сол кезде мен біліп отырамын, так, маған жаңа аудитория келіпті, и көбінде осындай запрос екен. Давайте мен осы жайлы бір пост жазып жіберейін деген сияқты. Сол бір больды алып, сол больды прям толық ашып, мен соған кішкене мини шешімін беріп, кішкене шешімін. И постта салып жүрген кезде, ана пост сразу жарылады. Вау, супер, рахмет, пайдалы болды, сақтап алдым деген сияқты. Потому что мен сол өздерінің больдарына қарай сүйеніп, солардың шешімін бердім. И у них уже на одну ступеньку маған доверие ближе. Уже бір ступенькаға они уже прогреты. Түсінікті ғой, мақсатты аудиторияны қаншалықты білу керектігін. Енді бізден декреттегі ана мен колледж студенті бірдей сатып алуы мүмкін. Менікі тек қана декреттегі аналар деп қана ойлап қалу болмайды. Менің курстарымды и 15 жастағы қыздарды алған, и 40 жастағы үлкен апайларды алған деген сияқты. Екі адам екі түрлі болса да, олардың біз біріктіретіндері тек қана мақсаты мен бойлары біріктіретін болса, олар кішкентай бала мен үлкен апайға шейін сізден курстарды да өнімдерді ала бере алады. Бірақ та біз әр аудиторияны все равно кішкене более мақсаты әртүрлілік қой. Например, кішкентай қыз, он хочет кішкене тоже зарабатывать, а үлкен әйел тоже может зарабатывать. Но бұлардың кішкене подходтарын әртүрлі қылып, например, бір күндік программаңызды декреттегі аналарға арнасаңыз, бір күндік программаңызды студенттерге қарай айтсақ болады. Например, қосымша табыс тапқысы келеді, универдегі оплатасын өз жасағысы келеді деген сияқты. Но түптің түбінде екеуін бірге біріктіретін боль ол табыс табу. Мақсаты мен больдары біріктіреді бірге. Поэтому мені кішкентай студенттер қызықтырмайды, тек қана үлкен аудиториямен жұмыс жасаймын десеңіз, өзіңіз білесіз, но в целом не забывайте, что барлық аудитория сізден сатып алуы мүмкін, бірақ оның мақсаттары, больдары бірдей болса. Енді қараңыздар, мақсатты аудиторияның сегменттері, сегмент деген ол аудиторияның түрлері. Енді аудиторияның түрлері қалай болады? Ортақ больдары болады дедім, ортақ мақсаттары болады дедім, соның ішінде мини боль, мини екінші боль, мини үшінші боль деген сияқты, или мини бір мақсат, мини екі мақсат деген сияқты. Қазір мен осы формуланы еще раз түсіндіремін келесі мысал ретінде. Мұқият тыңдап алыңыздар. Мысалы, бізде общий бір боль, общий бір услуга, например, TikTok аккаунтын жүргізу бойынша наставничество қызметі. TikTok аккаунтын жүргізу бойынша наставничество, получается, TikTokты қалай жүргізу бойынша менторство ғой, получается. Енді осындайдың ортақ болі, барлық адамдардың ортақ болі, TikTok жүргізуді білмеймін, бәрінің ортақ болі міне. Ортақ боль, TikTok жүргізуді білмеймін, бір мини боль. Ортақ мақсат бәрінікі, қандай целью жеткісі келеді? TikTokта активный оқырман жинап, TikTokты жүргізу,
чтобы енді қараңыздар, аудитория сегменттері қандай? Инстаблогерлер болуы мүмкін, эксперттер болуы мүмкін, инста-эксперттер болуы мүмкін. Инстаблогер дегенде жаңағы просто андай қарапайым лайфстайл блогерлер или басқа сфераның блогерлері, эксперттер деген бар, ол, например, психолог, косметолог, фотограф деген сияқты. Инста-эксперттер деген сол біз сияқты SMM мамандары, визуал мамандары деген сияқты. Енді біріншіден бастап түсіндірсем, инстаблогерлер, жаңағы айтқан лайфстайл блогерлер, олардың мақсаты өздерінің блогтарына, инстаграм блогтарына тиктоктан тегін оқырман жинағысы келеді. Например, мақсаты сондай. Ал больдары екі әлеуметтік желіні бірге жүргізуге уақыт жоқ. Инстаграмды да, тиктокты да. И біз примерно қараймыз, аха, более осылай болса, понятно деп. Келесі эксперттер, например, айтқан фотографтар, косметологтар, олар мақсаты басқа әлеуметтік желілерді дамытып, брендін қалыптастырғысы келеді. Они хотят, чтобы они были немножко узнаваемый, клиент жинағысы келеді деген сияқты, кішкене тиктоктан да деген сияқты. Олар жаңағы өздерінің услугаларына. Келесі олардың больдары әлеуметтік желі жүргізетін опыты жоқ. Олар енді, конечно, басқа сфераның адамдары ғой, и әлеуметтік желіні жасай алмайды, олар жүргізе алмайды. Келесі инста-эксперттер, олар біздер, например, SMM мамандары, жаңағы менторлар, жаңағы эксперттер, наставничество жүргізетіндер, олардың мақсаты өз өнімдеріне органикалық жол арқылы клиенттер алғысы келеді. Органикалық жол деген ол өзімен өзі подписчик өсуі, өз өнімдеріне, получается, сол тиктокта егерде жүргізетін болса, тиктокта өнімдерді рекламировать етіп қойсақ болады, и сол жақтан біз ешқандай рекламаға жұмсалмай, органикалық жолмен клиенттер келе алады. И олардың больдары жаңа площадкамен қалай жұмыс істерін білмейді. Олар инстаграмға үйреніп қалған, жаңағы тиктокқа кіруге кішкене қиындық туғызады, потому что ол жаңа площадка, и қалай жұмыс істерін білмейді, уақыттары жоқ. Енді біз осылайна больдарын барлығын, например, мақсаттарын жазып алдық па? Енді соның барлығын ортақ больдары бізде, получается, тикток жүргізуді білмейді, в основном, а ортақ мақсаты тиктокта активный оқырман жинау. Енді қараңыздар, міне осы үшеуінде барлығын біріктіретін ортақтары бар, үлкен-үлкен. Но оның ішінде мини больдары, мақсаттары бар. Түсінікті ғой, кішкене олар әртүрлірек, и осы әр пластпен, әр сегментпен жеке-жеке олай жұмыс істейтін болсақ, бізде уже каждый жаңағы аудиторияның деңгейі прогревается. Анаған басқаша тілде, анаған басқа подходпен, сөйтіп общий прогревімізде, чтобы всем было понятно, чтобы всех охватить, осылай біз уже прогревіміз жасаған кезде, контентіміз жасаған кезде, осының бәрін біз ескеріп отыруымыз керекпіз. Сол кезде продажа ашық деген кезде сізден и инстаблогерлер де алатын болады, эксперттер де алатын болады, и инста-эксперттер де алатын болады. Даже андай кейбір сайттарда, курстардың сайттарында өздеріңіз көресіздер ғой, мына курс кімге арналған? Біріншіден, новичоктарға сіз осылай үйренесіз. Потом эксперттерге сіз осылай істейсіз, бизнесмендерге сіз осылай үйренесіз деген сияқты әр сегментке қандай нәтиже алатыны, әр сегментке келетіні жайлы уже айтылған. Получается, бұл курсқа прогресс істелгенде осы әр сегментпен олар жеке-жеке жұмыс істеген, чтобы каждый тоже покупал. Не только там новички, да, а есть еще и бизнесмены, которым тоже нужна помощь. Оларға да кішкене көңіл бөлінген деген сияқты. Енді аудитория сегменттері әртүрлі болғанмен, клиентіңіз жаңа айтқанда 15 жастағы мектеп оқушысымен немесе 40 жастағы юрист ағайда болуы мүмкін. Оны әр адамды жаңағы не істеп кетпеңіз, ой, это точно не мой клиент деген сияқты. По-любому, егер де сіздің услугаңызды қажет ететін болса, ол сіздің клиентіңіз болып табылады. Ал енді мақсатты аудиторияны қалай анықтаймыз? Уже клиент подписчиктеріңіз бар болса, то біз былай жасаймыз, қараңыздар. Услуга көрсетіп болған соң анкета алуға болады. Және айтқандай, анкетаны можно Google формада істеуге, либо просто оған жаза саласыз. Давайте осындай сұрақтарға жауап беріңіз. Маған бұл сізді жаңағы больше аудиториямды узнавать етуге маңызды деген сияқты. И біріншіден қалаңыз, қай қаладансыз, немен айналысасыз, жаңағы маған келу мақсатыңыз, маған не үшін келдіңіз, именно мені не үшін таңдап келдіңіз, например, менің қандай қасиетім ұнады, или менің бір какой-то жұмысым зацепило, может быть, деген сияқты. Уже өзіңізге, мен бұны барлығын просто например жаздым, дәл осы сөздерді көшіріп алып, осы сұрақтарды қоюдың қажеті жоқ. Өзіңізге реально керекті сұрақтарды жазып барып, содан сұрасаңыз болады. Жаңа мені басқа біреуге советовать ете аласыз ба деген сияқты. Потом отзывтарды жаңағы сұрайсыздар. Кері байланыс, например, дайректтен, комменттен қарайсыздар, так, или оқырмандарға кіріп анализ жасайсыздар. Кім сізге көбіне дайрект
дайректке жазады, кім сізге қандай сұрақтар қояды, жаңағы оқырмандарыңызды қарап шығасыз шолып, так, мынаның парақшасы мынандай екен, мынау вообще жүргізбейді екен, ана совсем новичок, мынау кішкене декреттегі ана екен, который только развивается, мынау уже бизнесмен екен, уже парақшасында жаңағы өзінің бизнесі туралы тұр деген сияқты біз аудиториямыздың примерно кім екенін біз бастапқы кезде оның бәрін жасай аламыз, анализ жасай аламыз, потому что кішкене подписчигіміз аздау, уже өскен сайын, например, менде 14-15 мың подписчик болған сайын уже біз массовый контентте уже сұрай бастаймыз, опроспен деген сияқты. Или, знаете, мынандай еще вариант бар, жаңа айтқандай, аудиторияңыз аз ғой, сіздің каждыйға жеке-жеке жазып шықсаңыз болады. Сәлем, ат жазып тұрады ғой, сәлем Айсәуле, мен сізден жаңағы анкета жасайын деп едім сізге, потому что менің оқырманым екенсіз. Давайте маған бір-екі сұрағыма жауап беріп жіберіңіз, пожалуйста. Сізге жаңағы өзімнің рахметім ретінде разбор профиль жасап бере аламын деген сияқты. Или сізге қандай менің услугам қажет, соны біз сізбен жасай аламыз деген сияқты. Вы можете осылай сделать. Енді мақсатты аудиторияны қалай анықтаймыз? Уже клиент подписчигіміз болмаса, онда конкуренттердің мақсатты аудиториясын анализ жасаймыз. Конкуренттерімізге кіреміз. Кстати, я вам советую, білмеймін, фейк ашып аласыз ба, или өзіңіздің парақшаңыздан ба, как вам удобно. Сіз можете подписаться, вот самый топовый Қазақстанда кім қазір, топовый болып жарып жүрген сол блогерлерге тіркеліп қойыңыз, именно инфобизнес саласындағы жаңағы мини-блогерлерге тіркеліп қойыңыз, потому что мини-блогтар тоже хорошо развивается. И солардың барлығы как минимум сіздің конкуренттеріңіз, даже прям өзіңіздің салаңыз болмаса да, таргетолог, визуал, жаңағы запуск жасайтындар, соның барлығы смежная профессия дейді, сізге вроде конкурент, вроде жаңағы басқа жақтан конкурент, жаңағы өздерінің өнімдері бөлек деген сияқты. Соның барлығы сіздердің конкуренттеріңіз саналады. Солардың барлығына біз всегда анализ жасап жүреміз. Мақсат солардың конкуренттердің аудиториясына комменттерін қараңыз, жаңағы посттарына қалай сұрақтар жазады, парақшаларын қараңыздар, жаңағы сол подписчиктердің эфирлерде қоятын сұрақтарына мән беріңіз. Мынаның аудиториясы былай екен деген сияқты. Значит, бұл примерно сіздің де аудиторияңыздың сұрақтары болуы мүмкін. Или конкуренттердің отзывтары. Олар отзывтарын шығарады ғой сториске, міне мен жаңағы оқушының нәтижесі деген сияқты. Вот нәтижелерін қараңыздар. Олардың бойдары қандай болды? Мен осы сторис түсіре білмеген болатын, мен осы курс арқылы сторис түсіруге үйреніп кеттім деген сияқты. Осындай сөздер жазам екен деген сияқты тоже қарап отырыңыздар. Или ютубтағы сіздің нишаңызға келетін видеолардың комменттерін қарауға болады. Қазақша әрине өте аз, орысшалардың қараңыздар. Орысша как развить, например, Instagram деп кіріңізде, неше түрлі видеолар шығады, сол видеолардың комментарийларын қараңыздар. Елдер қандай сұрақ қояды? Елдерге әлі қай жері ауырады, олардың қай жері бойлары бар екен, возражениялары қандай екен, соны бәрін көруге болады. Или күшті бір лайфхак, мақсатты аудиторияны қалай анықтаймыз? Сіздің бұрынғы кезіңізді еске түсіреміз. Бұрынғы кез деген қалай? Сіздің клиентіңіз, болашақ оқушыңыз, сіздің 1 жыл или 15 күнгі кезіңіз. Получается, маған оқушылар келеді ғой, келген кезде менен сұрайтын сұрақтары, больдары, проблемалары мен кезінде өтіп кеткем, и поэтому мен өзім опытымен бөлісіп, оны қалай шешу керек екенін білемін. И мен өзім ақырындап елестетіп отырсам, ол адамдар как будто бы год назад, есіңізге түсірсеңіз болады, менің 1 жыл бұрынғы менің больдарым, проблемаларым, оказывается, вот адамдардың жаңағы маған келетін клиенттердің қазіргі, вот сол проблемамен екеуі сәйкес. 1 жыл бұрын мен, например, бір сторис бойынша бірнеге қиналып жүрдім, оны өзім бірнеге шештім, курстарды оқыдым деген сияқты. И дәл сол проблемамен маған қазір келеді. Я уже могу их решить. И мен, получается, 1 жыл бұрынғы портретім, 1 жыл бұрынғы проблемам, 1 жыл бұрынғы менің жаңағы больдарым барлығы, ол мен соларды тізбектеп жазып, соларға просто возражение айта бастасам, сенде осындай проблема бар ма? Проблеманың шешімі осылай деген сияқты. Сіз уже қазіргі кездегі сол проблеманы өтіп жүрген адамдарды уже можете ақырындап прогревать. Түсінікті ғой, бұл лайфхак, Даже иногда бывает, что кейбір адамдар мен 15 күн бұрын шеше алмай жүрген проблеманың шешімін маған қазір келіп сұрайды. Мен уже 15 күн бұрын шешіп қойдым, уже білемін. И даже вот сізден 15 күнге кешігіп жүрген, сізден 2 жылға кешігіп жүрген адамдар болады. И сол адамдарға сіз уже өтіп кеткен, өзіңіздің опытыңызды, өтіп кеткен проблемаңызды, болыңыздың шешімін сіз уже қазір адамдарға бере аласыз. Егер де мен білмеймін, мақсатты аудиториям кім
екенін білмеймін дейтін болсаңыз, просто вспомните, кто вы были на самом деле год назад или полгода назад, или осы курстың басында даже сіз уже қандай болдыңыз, қазір сіз уже басқандайсыз, потому что 2-3 аптаның ішінде сіз уже много всего узнали, и сіздің осы курсқа келгендегі проблемаңыз, вспомните, мен сторис түсіруге ұяламын, мен инстаграм бойынша әлі түк те білмеймін деген сияқты келдіңіз ба, а қазір уже сізде бір нәрсе миыңызда бар, и уже получается сіз ақырындап деңгейіңіз өсті, а мына жерде тұрған проблема бойларды ұмытып кетпеу керек, потому что есть еще люди, которые здесь остались, и сіз соларға уже можете помочь деген сияқты. Жаңағы айтып отқан услуга жасаңыздар, консультация өткізіңіздер деп айтамын ғой, ой, я еще недостаточно знаю деп емес, а сіз уже знаете, а мына жердегі адамдар не знают, соларға сіз уже үйрете аласыз да, ақырындап өзіңіздің уровеніңізге бірге шығара аласыздар. Вот, осындай үлкен лайфхак бар, запишите и қолданыңыздар. И сізге келер аудитория бекер тіркелмейді. Либо олар сізге ұқсас болып келеді, у вас какие-то, может быть, одинаковые увлечения, или вы как-то зацепили, может быть, какие-то у вас одинаковые хобби деген сияқты, бір ұқсастыққа келеді по-любому, или мінез деген сияқты. Либо нишаларыңыз ортақ, тоже SMM бойынша келеді да, сізді конкурент ретінде зерттеуі мүмкін, или сізді просто өзі сол нишаға қызығады да, и сол нишаға келген соң сізді оқуы мүмкін, либо арнайы бір бойын шешу үшін келеді, блин, таргетолог екен ғой, ертең маған осы блогтан шығарып беруге көмектесетін шығар, или мүмкін бір какой-то курсы маған көмектесіп қалар деген сияқты, сондай бір какой-то бір мақсатпен тіркеледі да, мен осы адамнан бір нәрсе аламын, бір пайда көремін деген сияқты. Просто так ойна ұнап қалды деп ондай ешкім тіркелмейді. Либо бір мотивация алу үшін кіреді, либо вы просто красивая, и сол красотаңызды көру үшін бірінде боянуға, сәнденуге, бір женственность арттыруға көмектескізу үшін сізге тіркеледі, может быть, ол адамдар бекерден бекер тіркелмейді, либо вот осы 4 вариантын біреу болса, соған тіркелу мүмкін. И өз эксперттілігіңізді көрсеткен сайын, сол эксперттілікке сіздің бұрынғы шағыңыздағы, бұрынғы кезіңіздегі мини версиялы адамдар жиналады. Эксперттілікті, тұлғаны көрсетсеңіз де, и сол тұлғаға бұрында, например, жадный болған адам, например, или сіз бұрында сондай жадный болған болсаңыз, и сондай проблемамен келеді да, и сізде, может быть, ол жадностьті кетіреді, может быть, сізден ол үйренеді басқаша деген сияқты. Ол адамдар сіз өзіңіздің тұлғаңызды, эксперттілігіңізді ашқан сайын, көрсеткен сайын, сол бұрынғы сізге ұқсас адамдар ақырындап соны мини версиялар адамдар жиналуы мүмкін сіздің аудиторияңызға. Өзіңізді еске түсіріңіз, бұл енді как мини жұмысы, просто анализ жасап өзіңізді ойлаңыз, қараңыздар. Біз осы саланы бастамас бұрын қандай проблема басыңызда болды? Прям подумайте, посидите и выпишите все возражения, что у вас в голове было, қандай сұрақ шеше алмай жүрдіңіз сіз, әр қиындықтан қалай өтіп жүрдіңіз. Вот өткеніңізде, қалай өтіп кеткеніңізде сіз еске түсіруіңіз керексіз, потому что ертең дәл сондай проблемамен сізге біреу келетін болса, вот менің опытым осындай деп айта алатындай. Или әр ай күнге анализ жасаңыз. Так, мен, например, январда қандай болдым, мен, например, февральда қалай болдым, қалай мен өзгере бастадым, қалай мен мышлением өзгере бастады, қашан мен дамимын деген сияқты, менде толчок болды миымда деген сияқты, қашан менде мотивация пайда бола бастады. Соның бәрін жазып алсаңыз болады. И қазіргі сіздің сәт сіздің клиентіңіздің идеальный болашағын болуы мүмкін. Дәл қазір, например, менде өзімнің бір больдарым бар, менде өзімнің комплекстерім бар, бірақ оны пока ешкім білмейді, но дәл қазіргі менің ситуациямды идеальный прям момент деген сияқты идеальный болашағым вот арайлым сияқты болсам екен деп жүрген адамдар қаншама. Вот сол кісілер менің клиенттерім. Сол клиенттерді мен өзімнің деңгейіме көтере аламын, А есть еще люди, которые для меня кумир, например, например, мен әлі оқуым керек деген сияқты, сол адамдарға жетуім керек деген сияқты. И вот сол адамдарға жетуім керек деген сияқты, менің өзімнің шығатын ступенькаларым бар деген сияқты. И всегда не забывайте, что сіздің қазіргі тұрған сәтіңізді, об этом может кто-то мечтает, блин, мен осы сияқты с камераға еркін сөйлей алсам ғой, осылай болсам ғой деген сияқты. Солай ойлайтын адамдар бар, поэтому соны ұмытпаймыз. Қазіргі сіздің сәт, ол сіздің клиенттеріңіздің идеальный болашағы болуы мүмкін. Вот бізде осындай шағын пайдалы сабақ болды. Барлық сонда сөздерімді конспект етіп, мысалдарымды конспект етіп алыңыздар. Мына берген жаңағы мини тапсырмамды орындаңыздар. И мақсат аудиторияларыңызды білетін болсаңыздар, сіздер болашақта өздеріңіз өнімдеріңізді, услугаларыңызды смело, еш жаңағы қорқынышсыз, продажа 0 болып қалады ау деген сияқты қорқынышсыз, спокойно сата алатын боласыздар.